Жетісай құрамасы. Тағы да қайырлы кеш достар. Құрметті достар, біздің көрініс ешқандай тарихқа негізделмеген. Бұл жай ғана біздің фантазия. Сонымен белгісіз бір ғасыр, белгісіз бір хандық, жылдар бойы соғысып жатқан белгісіз бір әскерлер, бірде қазақтар жеңеді, бірде қалмақтар жеңеді, бірде достық жеңеді, бірде абет. Не көрініс болды бұл сон? Ханем, мына жебен бас уланған екен. Енді? Оны арна емдік шөппе емдейтін сарайдың сыртында тұратын бір шопан кісіні танимын. Соны шақыртайық. Батырым, тез шақырмасаңыз у денеге тез тарауы мүмкін. Ой, асықпай бара бер, у деген мынандай денеге тарау үшін біраз уақыт керек. Ханем, менде бір шөппен емдейтін танысым бар. Қайда ол? Ол басқа адам екен. Келдім ханем. Алып келдің бе? Сен бе адам емдейтін? Иә. Онда шатасыпсың сен. Тезірек емдеш. Батырларым, бұлай отқанымыз жарамас. Жаудың беті қайтар емес. Нақты бір жоспар құрайық. Құр отқанша бір әңгіме айтайын. Нақты бір ой керек, жоспар керек. Онда ханем, қасында отқан темекінің фальгасынан киінген батыр сөйлесін. Сөйлесін. Ол несін айтайын? Басымызға қиын күн туды. Қиын күн туды дейді. Не дейді? Қиын күн туды. Не дейді? Қиын күн туды. Қиын күн туды. Не дейді? Қиын күн туды. Не дейді? Қиын күн туды. Не дейді? Қиын күн туды деп сен айттың ғой оны. Бұлай отқанымыз жарамас. Қалың қолды бастап, өз мақшын батаңыз. Барай десем жарадармын ғой. Асықпасаңыз күтеміз ғой. Мен барам ба деп, айтама десем, өңшең су жүректер. Мынау ханем, жаңағыдан бері сіздер тыңдап отсам, тығырыққа тірелген сияқтысыздар. Мен олардың әлсіз жерлерін білем. Қандай? 10 күн алдын олардың азық-түлік қоймалары өртеніп кеткен болады. Демек, олар 10 күннен бері аш, тамақ жемеген. Сол сәтті пайдаланып, тұтқиылдан шабуыл жасайды. Бәрекелді. Ханем, олар аш болса өзіне ұқсамайды. Қазір соғыста танмай қасақ. Танымай қалсақ, танса жатармыз. Ол менің сөзім ғой? Ханем, біздің әскеріміз тымас. Мүмкін беріле салармыз. Тіліңді тартып сөйле. Микрофонға тиіп отырған. Қазақтың батырлары, әрқайсының осылай қара бастарыңды ойлайтын болсаңдар, ертең ұрпаққа не аманат қалдырамыз? Бірлігі кеткен ел жаман дейді қазақта. Ертеңгі жауды қалай жеңеміз? Ел басына күн туған кезде ерлік атқа қонады деген қазақтың жігіттері бар ғой, арыстандай ғой. Араларынан бір батыр шықпады суырылып. Ханем, мені жіберіңіз. Қалың қолды бастап, өзім барам. Не мынау? Ырымдап киіп алғаным ғой. Түсінбедім. Ана, қазір тұтқиылдан шабуыл жасаймыз ғой. Сол кезде қолбасшының басын алып заштаға жатып аламыз. Сіздермен бірге olan қысқа нұсқа Жетісай құрамасы Алматы шын жүректен.